Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге ең жұмсақ етті бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа және де 2 қасық қаймақ және ерітілген сары майымызды құямыз. Одан кейін бір ас қасықтан шекер және тұз және қопсытқышымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз және ұнымызды салып араластырып, осындай болғаннан кейін тағы да ұнымызды салып жақсылап илейміз. Мінекей бізде осындай қамыр шықты. Осы иленген қамырды қазір 2-ге бөлеміз. Өйткені бәліштің біреуі үстіне, біреуі астына. Енді біздің бәлішіміздің салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 картоп, жуа және сарымсақ фарш қажет болады. Осылай 4 бұрыштап турап және де фаршымызды осылай қуырамыз. Содан кейін картопымыз бен жуамызды салып, сарымсағымызды үшеуін салып, осылай баяу отта қуырамыз. Үстіне кішкене тұз себеміз. Осылай 15 минуттай қуырып аламыз. Мінекей біздің салмамыз осылай қуырылып жатыр. Осы салмамызды 2 жаңағы қамырымызды жайып, осындай табамызға салып, қалыңдығы осындай болу керек. Одан кейін жаңағы пісіп жатқан фаршымызды осы тестамыздың үстіне салып, жақсылап жайып орналастырамыз. Және де екінші үстіне жабатын қамырды жауып, вилкамен тесіп, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, 170 градуста 20-30 минут қойып пісіріп аламыз. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.